Темір жол әлемдегі ең қауіпсіз көлік түрі деп айтуға толық негіз бар. Себебі оның қатысуымен болатын апаттардың саны тек саусақпен санарлық қана. Бірақ дүниеде жолаушылар ол жерлерден өтіп бара жатып, терезелеріне қарай алмайтындай қауіпті һәм қорқынышты темір жолдар орналасқан аймақтар да жоқ емес. Сәлем достар, сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгін біз осындай әлемдегі ең қауіпті және қорқынышты 5 темір жол жайлы айтатын боламыз. Ал видео басталмай жатып, лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Эквадор темір жолы. Эквадор темір жолы Риобамба-Симбамба маршруты араларында жүреді. Жол биіктігі 800 метр болатын жартастармен өтеді екен. Бір қызығы, бұл темір жолдың жолаушыларына тауар және де үй жануарларын тасымалдайтын вагондардың үстімен отырып сапар шегуіне рұқсат етілген. Тек ол адамдарға тұруға тыйым салынған екен. Осындай пойызбен сапар шегу сізге көп адреналин беріп, және де ұмытылмайтын әсер сыйлайтыны сөзсіз. Қазіргі таңда бұл темір жол толықтай жөнделіп, темір жолмен жолаушылар тасымалдайтын пойыздар жүреді екен. Таиланд темір жолы. Таиланд көптеген қызықтарға толы елді мекен. Бангкок қаласына жақын Меконг деген жерде таң қаларлық мекен бар. Ол жер қайнап тұрған сауда кешені, бірақ күніне 6 рет пойыз темір жолына айналады. Бұл базарды жиналмалы шатыр базары деп атап кеткен. Себебі күннен қорғап тұрған шатырлар пойыз жақындаған уақытта тез жинала қалып жол береді. Ал пойыз бұл жерден сағатына 24 км жылдамдықпен өтеді. Памбан темір жол көпірі. Памбан темір жолы Үндістан мен Памбан аралын байланыстыру үшін 1914 жылдың 24 ақпанында ашылған. Бұл көпір әлемдегі ең қауіпті көпірлердің бірі болып есептелінеді. Оның ұзындығы 2065 метрді құрайды. Көпір өте агрессивті ортада орналасқан. Мұнда үнемі қатты жел соғып тұрады. Желдің қуаты сағатына 58 километрден асып кетсе, қызыл шамдар жанып, қозғалыс мүлде тоқтайды. Ал рельстер төселген пресстер судан бірнеше метр ғана көтеріліп тұр. Олар тіпті қатты дауылдар соғып, су деңгейі көтерген кезде мүлдем көрінбей қалады. Аргентинадағы бұлтқа апаратын поезд. Теңіз деңгейінен 4000 метр биіктікте орналасқан бұлтқа апаратын поезд әлемдегі ең биік темір жолдардың бірі болып есептелінеді. Поезд өзінің сапарын 1187 метр биіктікте орналасқан Аргентинаның Сальта қаласынан бастап 4200 метр биіктіктегі Ла-Польвариллада аяқтайды. 16 сағат сапарда 217 километр қашықтықты сіз 3000 метр биіктікке көтерілумен өткізесіз. Ал бұлтқа апаратын поезд есімі жолда көптеген бұлттарды кездестіруге болатындықтан айтылған. Бангладеш темір жолы. Бангладеш әлемдегі ең кедей мемлекеттердің қатарына кіреді. Сол себепті бұл жердегі адамдар сапар шеккен уақытында өмірлеріне қауіп төндіреді. Себебі олар пойызға ақша төлемеу үшін жүздеген адамдар пойыздың үстіне және жан-жағына жабысып сапар шегеді екен.
Бұл видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін сізге алғысым шексіз. Егер де сізге видео ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыз және арнамызға тіркеліңіз. Және де егер бұл видео 500 лайк жинап жатса, міндетті түрде бұл видеоның екінші бөлімін шығаратын боламын. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.